Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет дәмді пирогтың рецептін көрсеткім келеді. Пирог слезы ангела деп аталады, яғни қазақшасы періштенің көз жасы. Осындай керемет пирог дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаның сарысын бөліп аламыз. Песочный қамыр илеу үшін үшінші жылтоқты начинкаға қосамыз. Қазір бізге ол керек болады начинкамызға. Енді оның үстінен 4 ас қасық қант қосып араластырып, жақсылап араластырамыз. Кіттай шым-шым тұз қосамыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Осы массаны жақсылап араластырып аламыз. Осының үстінен електен алдын ала өткізіп алған ұнымызды қосамыз. Үстіне қопсытқышта қосып жібереміз. Енді әдемі қамыр илейміз қолымызбен. Алдымен қасықпен, одан кейін қолмен әдемі қамыр илеп қоямыз. Бізде осындай песочный қамыр шығады. Міне әдемі. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Салмасына осындай жұмсақ творог аламыз. Бір жылтокпен, қантпен жақсылап араластырып аламыз. Жұмсақ творог болу керек. Қамырымызды осылай формаға әдемі етіп, тегістеп, жан-жағын түзу етіп, жайып шығамыз. Үстінен енді осылай теп-тегіс қылып жайып шығамыз біркелкі. Үстінен осындай салмағымызды жаңағы тоже салып шығамыз, тегістеп. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Оған дейін енді бетіне салатын жаңағы ақуызымызды дайындаймыз. Жаймендеп сахарный пудра қосып, миксермен дайындап аламыз. Міне. Жай скоростьпен бастаймыз да, ары қаратай қоса береміз. Сахарный пудраны жайлап қосып тұрамыз арасында. Бізде осындай біркелкі сурет шыққанша, осындай бетіне ақуыздың сурет шыққанша істейміз. Төгілмейтін, осындай қозғалмайтын белок шығады. Енді жаңағы пештен шығарамыз пирогымызды, соның үстіне осылай тегістетіп жағып шығамыз. Әдемілеп тегістетіп жағып шығамыз. Және де қасықтың көмегімен бетіне әдемі қылып осындай сурет салып шығамын. Бірақ бұл міндетті емес, бірақ әдемі болып шығады пісірген кезде. Мінекей, осындай узорлар салып шығамыз. Піскен кезде әдемі болу үшін. Міне, біздің пирогымыз осылай дайын болып шықты. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.